Берік мырза, енді біздің сізге қояр сауалымыз. Яғни партияның төрағасы сайлауалды жиында мынандай мәлімдеме жасады. Мен сөзбе-сөз оқып берсем. Тарихи әділдікті қалпына келтіру үшін біз декоммунизация саясатын партиямыздың ресми бағыттарының бірі деп жарияладық деді. Енді баршаға белгілі, сіздер күні кеше құрылған партия емессіздер, жағдайды білесіздер. Бұл тым популистік бастама емес пе? Бұны қалай шешесіздер? Коммунистік идеяның өзі жеке меншікке, кәсіпкерлікке қарсы идея. Уақыт. Естеріңізде болса, Совет үкіметі кезінде білесіздер, мынау алып сатар деп, спекулянт деп қанша адам сотталып кете барды. Тарихқа үңілетін болсақ, қазақ елінің тірегі, қамқоршысы, ұлттық экономиканың негізі болған қазақ байларын кәмпескелеп, оның соңында ұлы аштыққа ұласып, 4 миллион жазықсыз қазақты жер бетінен жойып жіберген осы коммунизм идеясы болатын. Ал енді Қызыл қырғынның құрбаны болған ата-бабаларымыздың сұрауын сұрап, тарихи әділдікті талап ету деген сізіңше популизм деп санайсыз ба? Бұл әрине популизм емес. Осыдан бірнеше жыл бұрын біз жер су аттарын өзінің тарихи аттарына қайтару туралы сұрау салған кезде елімізде әлі 500 Ленин атындағы көше бар екен. Әлі 25-тен аса Лениннің әйелінің атындағы көше бар екен. Өзіміздің бүгінгі Петропавлды Қызылжар дей алмай отырып, Павлодарды Баян дей алмай отырып, бұл ешқандай популизм емес. Бұл әділетті азат ұрпақ. Уақытыңыз бітті, көп рахмет.